Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең оңай жасалатын пирогтың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бізге керегі 4 жұмыртқа және 200 грамм қант. Екеуін жақсылап көтерілгенше миксерлейміз. Видеодағыдай осылай көтерілу керек. Артынан ерітілген май, жарты стакан және 2 ас қасық сметана саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнға разрыхлителді қосып, ұн шашылмас үшін осылай бірінші миксермен араластырып аламыз да, одан кейін миксерлейміз. Міне осындай кішкене қоюырақ болып шығу керек. Формамызға міндетті түрде пергаментный қағазды қоямыз. Бір жағы үлкен, бір жағы кіші болып қалмас үшін осылай теңестіріп аламыз. 200 градуста 20-25 минут көлемінде пісіреміз. Міне пирогымыз дайын болды. Беті кішкене кеңірек кетті. Балам жылап соған кішкене қарап қалдым. Өз қалауыңызша кесіп, шайға ұсынамыз. Пирог өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнайды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.